Evet pişirmiş. Ben kıştırvat mama yıkamış pişirmiş. Олай болса, бастаймыз. Дәмді рулет үшін бізге 1 шөкім тұз, 150 грамм секер, жартас қасық қопсытқыш, жартас қасық ванилин және 100 мг күнбағыс майы және 6 жұмыртқа. Жұмыртқаларымызды жарып ыдысымызға салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Ақ көбікке айналған жұмыртқамыздың үстіне 1 шөкім тұзымызды салып, 150 грамм секерімізді салып, 100 мг күнбағыс майымызды құямыз және жартас қасық қопсытқыш пен ванилинді қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып бір миксерлеп былғап аламыз. Миксерлеп болған соң жұмыртқамыздың үстіне жаймен бөліп ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыз енді әркім өзінің массасына қарай 150-170 граммдай ұн кететін болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Мен әсел пешінің противеніне пісірдім. Оны противеннен шығарып, ылғал орамалға орап қойдым. Әбден суығанша. Қамырымыз суымыз дегенше біз ортасына салмамызды әзірлейміз. Ол үшін бізге 3 үлкен қасықпен вареный сгущенка керек және 3 қасық қаймақ керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі қылып. Қамырымыз суыды. Қамырымызды жайлап, ортасын ашамыз, абайлап. Салмамызды салып, ішіне жағып шығамыз. Жағып болған соң рулетімізді жаймен ораймыз. Міне рулетіміз дайын болды. Енді кезек 100 мг сүтпен бір қазақстанский шоколадты ішіне бөліп, жай отқа, бая отқа ертіп, былғап тұрып ертетін боламыз. Шоколадымыз суыды. Енді жаймен рулеттеріміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Шоколадымызды құйып болған соң әркім өзінің үстіне қалағанша безендіреді. Мен өзіміз сүйіп жейтін дәндерімізді асқабақ дәнін салдым уатып. Дәндерімізді үстіне сеуіп, безендіріп болған соң тоңазытқышқа 1 күнге, я болмаса 2 сағатқа салып қоямыз. Міне рулеттеріміз дайын болды. Біз келесі күні жедік, кестік. Дәмі өте керемет енді. Достар, сіздер де пісіріп көріңіздер. Отбасыңызға, балаларыңызға пісіріп бір қуантыңыздар. Рецептін сақтап алыңыздар және де менің каналыма тіркеліп
осы видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.